Сәлеметсіздер ме оқушылар? Биология сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын экранға назар аударсақ. Бейне көріністен не байқадыңыздар? Иә, бұл жерден жәндіктердің гүлді тозаңдандырып жатқанын көруге болады. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гүл құрылысы, тозаңдану түрлері. Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары өздігінен және айқас тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын зерттеу. Гүл тұқымды өсімдіктің мүшесі. Гүл өркеннің төбелік және бүйірлік түзуші ұлпаларынан шығатын споралы, жынысты, маманданған репродуктивті мүше, қысқарған өркен. Гүлдің құрылысы өте күрделі. Гүл сағағы жапырақ сағағына ұқсаған гүлдің жіңішкерген жері сағағы арқылы сабаққа бекінеді. Гүл табаны гүлдің барлық бөлімдері бекінетін гүл сағағының жоғарғы жағындағы кеңейген жері. Тостағанша көбінесе жасыл түсті, гүлдің сыртында бірікпеген жеке немесе біріккен жапырақшалардан тұрады. Атқаратын қызметіне байланысты әртүрлі өзгеріске ұшырайды. Күлте тостағанша жапырақшалардан кейін орналасады. Күлте түбіндегі жіңішкерген жерде тәтті шірне бөлетін шірнеліктер орналасады. Аналық гүлдің жеміс түзуге қатысатын негізгі бөлімі гүлдің дәл ортасында орналасады. Аналықтың ұшын ауыз, ортаңғы жіңішкерген жерін мойын, түп жағындағы жуандаған жерін жатын деп атайды. Аталық гүлдің көбеюге қатысатын бөлімі. Аталық жіпшеден, тозаң қаптан және тозаңдардан тұрады. Аталықтың жіңішкерген жері жіпшесі, тозаңқап бір-бірімен байланысқан екі бөліктен құралған. Әр бөлігінде екіден тозаң ұясы болады. Ал тозаңдар болса, сыртқы және ішкі қабықшасы бар жасуша. Пішіндері де алуан түрлі болады. Тозаңдар сырттай қарағанда ұнтақ тәрізді. Тозаңдану аталық тозаңының аналықтың аузына түсуі. Тозаңдану екіге бөлінеді. Өздігінен тозаңдану және айқас тозаңдану. Өздігінен тозаңдану гүлі ашылмайтын өсімдіктерде ерекше айқын байқалады. Бұл жағдайда тозаң ылғалдың әсерінен, жәндіктердің жеуінен қорғалады. Аталықтары ерекше түрде тозаңқапты аналық аузына қарай иілтіп майысады. Өздігінен тозаңдану өтіп тұқым түзіледі. Айқас тозаңдану бұлақ денелілер арқылы және жел арқылы жүзеге асады. Бұлақ денелілер арқылы тозаңданатын өсімдіктердің негізгі белгілері. Бірінші, гүлдері ірі немесе ұсақ, бірақ гүл шоғырға жинақталған болып келеді. Күлтесі ашық реңді, иісі және шірнелігі болады. Гүлді өсімдіктердің көпшілігі жәндіктердің көмегімен тозаңданады. Бал арасы, шыбын, бұлан, жабайы ара және көбелекті айтуға болады. Жәндіктердің маңызын ауыл шаруашылық тәжірибесі айрықша дәлелдейді. Құнды бақшалық және егістік өсімдіктерін гүлдендіреді. Жәндіктер гүлдерге шірнеліктер бөлетін тәтті шырын үшін қонады. Күлтенің ашық реңі және эфир майларынан бөлінетін гүлдің жұпар иісі жәндіктерге қорек іздеуде бағыт-бағдар береді. Шірнеден басқа жәндіктер гүлден тозаң жинайды. Кейбір өсімдіктер тозаңды сондай көп мөлшерде шығарады. Тозаңдануға зиян келтірмей, жәндіктер оны қорек ретінде пайдаланады. Жел арқылы тозаңданатын өсімдіктердің белгілері. Бірінші, гүлдері ұсақ, реңсіз келеді, иісі және шірнелігі жоқ, тозаңдар көп, олар жеңіл, ұсақ және құрғақ болып орналасады. Желмен тозаңданатын өсімдіктерге көптеген сүректі ағаштар және бұталар, қайың, терек, еменді келтірсе болады, мысал ретінде. Шөптесіндерден астық тұқымдастар жатады. Желмен тозаңданатын өсімдіктердің аталықтарында тозаң қаптары ірі, ұзын жіпшелері төмен қарай салбырап тұрады. Гүл серігі оларда болмайды, немесе нашар жетілген болып келеді. Ал ендеше балалар, енді тапсырма орындауға көшейік. Бірінші тапсырма гүл бөлімдерін ата, екінші тапсырма тозаңдану түрлерін жаз.
Сонымен балалар, табиғатта гүлдердің түрлері өте көп. Олар сан алуан. Гүлдер бізді әсемдікке, ізгілікке тәрбиелейді. Ол үшін сыныптағы бөлме өсімдіктерін күтіп баптап, аялап отыруымыз керек. Мектеп, өз үйіміздің айналасын көгалдандыру, жасыл желекке айналдыруға ат салысу бәріміздің парызымыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.